Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осы домашняя тапочканы тоқитын боламыз. Басы ашық, 38 размерге тоқылады. Бізге керекті құрал жабдықтар: Кавказ жібі өте қалыңдау және міне тығыз болып тоқылады. Одан кейін өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Және бізге бамбук табан. Табанның сапасы өте жақсы. Осы табанға тоқитын боламыз. Ең алдымен біз шетінде тоқылған тігілген жіптерге қосып біріктіріп тігетін боламыз. Біз мысалы үшін мынада екеуі бірдей болу үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне 10-шыдан бастадық, е. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10-ның тұсынан мына крючоктың жуан жағымен мына жіпке кіргізіп аламыз. Мына жерден былай кіргізіп, мына Кавказ жібін осылай орап аламыз да міне осы жіптен шығаратын боламыз. Осылай жақындатайын. Осылай шығардық. Бізде мынандай тесік пайда болды. Енді осы тесікке мына қысқа жіпті былай өткізіп мына бетке, себебі арасында солай тоқып кетуіміз керек. Содан кейін мына тесіктен бір рет былай іліп аламыз. Іліп шығарамыз. Әр бір тігілген жіптен екеуден алатын боламыз. Тағы да бір рет кіргіздік. Мына қысқа жібімізді арасында тоқып кетейік. Мына жерде екеу болды ғой, біз екі жіптен мына жұмыс жібін іліп алып шығарамыз. Бізде мына жақта бір көше пайда болды. Енді тағы жіпке кіргіземіз. Жұмыс жібін крючокқа ілеміз. Жіптен астынан шығарамыз. Міне, крючогымызда екі жіп болды. Мына қысқа жіпті былай өткізіп, арасына тоқып. Одан кейін міне. Мінекей. Тағы да дәл сол тұстан кіргіземіз. Крючокқа ілеміз. Жіпті алып шығып, екеуінен бірдей жұмыс жібін өздеріңізге ыңғайлы былай ұстасаңыздар да болады, немесе былай ұстап тоқсаңыздар да болады. Немесе мына сіздерге қатты мешать ететін болса, қойып ең соңында араларынан өткізіп жүрсеңіздер де болады. Бірақ маған мешать етіп жоқ. Сол себепті арасына тоқып кетіп жатырмын.
1 2 3 4 міне әрқайсысынан осындай әрбір жіптен екеуден аласыз. Иран жіпімен тоқуға да болады, велюр жіппен тоқуға да болады, трикотажный жіппен тоқуға да болады. Өзіңіздің қалауыңызша жіпті таңдап тоқи бересіз. Бірақ осы маған осылай мына жерге дейін осылай айналдырып тоқып келеміз. Мына жерге дейін бір қатар айналдырып шығамыз. Міне соңына келдік. Енді мына жерден тағы біреу алып біріктіреміз. Енді бірінші тоққан көшеге крючокты кіргізіп, жұмыс жібін іліп шығарып аламыз. Және крючоктың өзінде тұрған жіптен тағы да былай шығарып алдық қой. Бірінші көшеден енді тура соны тағы да крючоктың өзіндегі жіптен шығарып аламыз. Енді жоғары қарай 3 көше тоқимыз. Ілеміз. Шығарамыз. Ілеміз. Шығарамыз. Ілеміз. Шығарамыз. Бізде 3 көше пайда болды. Енді мына қатарға орамды баған тоқып шығамыз. Әрбір көшеден бір орамды баған тоқимыз. Крючокқа бір айналдырып аламыз. Бір көше, енді екінші көше қой. Екінші көше, екінші тесіктен алып шығарамыз да екеуінен бір шығарамыз. Келесі екеуінен тағы крючок жіпке іліп, келесі екеуінен тағы бір шығарамыз. Дәл солай осы қатарды тоқимыз. Тағы да крючокты ілеміз. Келесі тесік, келесі көшеден кіргізіп, тағы да крючокты іліп ұрып аламыз. Екеуінен жұмыс жібін бір шығарамыз. Келесі екеуінен тағы жұмыс жібін бір шығарамыз. Ұстап алыңыздар жұмыс жібін. Сонда өздеріңізге ыңғайлы болады. Тағы бір ораймыз. Екеуінен бір шығарамыз. Ораймыз. Екеуінен бір шығарамыз. Келесі екеуінен
міне осылайша тоқимыз. Мына жерге мысалы мына жерде міне 1 2 3 4 5 5 жарым солай өлшедік қой, дәл осылай да 1 2 3 4 5 мына жерге дейін тоқимыз. Міне енді дәл осының үстінен былай қарай орамсыз баған тоқып шығатын боламыз. Міне жоғары қарай бір рет көтерілеміз. Тапочкамызды айналдырып, табанымызды айналдырып, әр бір көшеден бір орамсыз баған тоқимыз. Міне крючокты келесіне кіргіземіз, шығарып аламыз. Бір орап, екеуінен бір шығарамыз. Көшеден кіргіземіз, крючокқа жұмыс жібін ораймыз да, екеуінен бір шығарамыз. Кіргіземіз, жұмыс жібін шығарып, екеуінен бір шығарамыз. Қалыңдау болғаннан кейін крючоктан шығып кетіп жатыр. Кіргіземіз, бір шығарамыз. Кіргіземіз, екеуінен бір шығарамыз. Кіргіземіз, орамсыз бағандарды тоқып біттік. Енді жібімізді ұзынырақ етіп қиямыз да шығарып, әр жерінен бір өткізіп тастаймыз. Көрінбейтіндей етіп, сөгілмейді. Дәл осылай келесі қарсы бетке де тоқитын боламыз.
шыбын өткізіп аламыз. Тура қарама-қарсы бетіне жоғары қарай 3 рет көше тоқимыз. 2 енді дәл осылай етіп орамды баған тоқитын боламыз. Орап аламыз. Келесі көшеден өткізіп міне бірдей болды, екі жағы да. Енді тағы да осының үстінен бір көше іліп аламыз да, тапочкамызды айналдырып үстінен орамсыз бағандар тоқып шығамыз. Дәл қарама-қарсы беттегідей орамсыз баған тоқимыз. Міне тоқып біттік. Екі жағы да бірдей болды. Енді мына жіпті біз мына жаққа қарай 13 көше тоқитын боламыз. Себебі мына алдында бірінші тап бір барында осы. Біріншісінде мен бұлай қарай 18 көше тоқыған болатынмын. Өздеріңіз аяқтарыңыздың размеріне қарай. Біреуде 15 болады, аяқтар жалпақ болса. Біреуде жаңағыдай 17, 18 деген сияқты сондай болады. Мен 13 істедім. Біреу, екеу, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13. Міне. Енді осыны бірінші тұрған бағанға біріктіретін боламыз. Бірінші тұрған көше. Осы жерден өткіземіз. Осылай біріктірдік.
Енді үстінен бір көше іліп қоя тұрамыз. Бұлай алып, жанындағы көшеден өткізіп, біріктірдік. Енді мыналардың әрқайсысынан орамсыз бағандар өткізіп шығамыз. Оң жағын тауып алайық. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Енді мына жердегі келесі бір екінші көше тұр ғой, екінші көшенің бер жағынан крючокты өткізіп, жұмыс жібін суырып аламыз да, және крючоктың өзінде тұрған жіптен тағы да суырып аламыз. Міне бұлай. Осылай бекітеміз. Міне. Бекітеміз. Енді осыны немесе жіпті өткізіп алсаңыздар да болады, бұлайынан, немесе табанның өзін бұлайынан өткізіп алсаңыздар да болады. Міне. Тәбір көрсетіп жүрейін осыдан. Бұлай бекіттік қойып, бекіткеннен кейін міне мынандай осы жіпті тартып, табанды немесе жіпті өткізіп алсаңыздар да болады. Бұлай осылай түйеміз. Әрқайсынан кесіп, сөгіп алып жүргенше міне осылай бекітеміз. Осылай байланды. Енді осы жіпті тағы да келесі бағытқа алып келіп, мынау бізде бағана бекіткен жеріміз ғой, мына жерші. Енді бір көше, екі көше тастап, үшінші көшеден крючокты өткізіп, жаңа қарама қарсы беттегі жұмыс жібін алып келіп, осылай тартамыз. Қатты тартылып қалмау керек, или қатты боста болмау керек. Осындай, осы
алғашқы тоқығанның қатарымен осылай алып келеміз. Енді бір рет крючокқа орап жұмыс жібін ең алғашқы көшеден өткіземіз. Өткізіп жұмыс жібін іліп аламыз. Орамды баған жасап шығамыз. Біреу, екеу. Егер мына жерлеріңіз созылып кетсе, мына жіпті тартсаңыздар тартылады. Енді тағы да дәл сол жерден бір орамды баған тоқимыз. Екеуінен бір аламыз, келесі екеуінен бір аламыз. Енді мына жерден бір көше қалдырып, келесі көшеден тағы да біреу алдық. Тағы біреу алдық. Тағы бір көше қалдырамыз, келесі көшеден тағы да орамды баған жасаймыз. Біреу. Бір көшеге сонда екі орамды бағаннан жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Мұнда 1, 2, 3. Мына таптан санаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Жерде салмаған екен. Мына жерде бесеу тоқыдық, енді мына жерде екеу қалдырып, алтыншысын тоқи саламыз. Мына жерде біреу, екеу, үшіншісіне бер жағынан өткізіп, тартып өткізіп, тағы мына жердегідей жіпті шығарып, жіпті бір ішінен алып, орап, орап отырған жіпті ішінен суырып алдық, өткізіп алдық ішінен.